Бәріне сәлем. Бүгін біз қытайлық дәстүрлі медицинада таңқурай неге әйелдер денсаулығымен байланысты екенін және олар қандай құпияларды жасыратынын айтамыз. Осының барлығын бірге анықтап көрейік. Таңқурай денсаулықты жақсарту және кейбір ауруларды емдеу үшін дәрілік өсімдік ретінде қолданылады. Дәстүрлі Қытай медицинасында таңқурайдың негізгі қолданылуының бірі олардың салқындатқыш қасиеттеріне байланысты. Таңқурай денеге салқындатқыш әсері бар тағам болып саналады. Оны жылуды жеңілдету және ылғалдандыру үшін қолдануға болады. Таңқурайдың салқындатқыш қасиеттері оны дененің қызып кетуіне және дене температурасының жоғарылауына байланысты әртүрлі жағдайларды емдеуде пайдалы етеді. Қытай медицинасында кейбір аурулар мен теңгерімсіздіктер денеде қызып кетуден және жылуды жиналуынан туындайды деп саналады. Таңқурай бұл жылу жиналуын жеңілдетуге және денені теңдік күйінде келтіруге көмектеседі. Оны денедегі құрғақтықты жою үшін де қолдануға болады. Таңқурай жидектері мен жапырақтары шырышты қабықтарды ылғалдандыруға және құрғақ тері мен тамақты жеңілдетуге, сондай-ақ тітіркенуді жеңілдетуге көмектеседі. Әйелдер денсаулығы. Таңқурай Қытай медицинасында неке мен құнарлықтың символы болып табылады. Таңқурай әйелдер денсаулығы мен ұрпақты болу жүйесімен байланысты неке мен құнарлықты білдіреді. Бұл қасиеттер ғылыми дәлелденбегенімен Қытайдағы дәстүрлі медицина мен мәдени нанымдардың бөлігі болып табылады. Дәстүрлі Қытай медицинасы әйелдердің кейбір аурулары мен теңгерімсіздіктері қанның жеткіліксіздігімен және жамбас органдарының қан айналымының нашарлығымен байланысты деп санайды. Таңқурай қан айналымын жақсартуға және денедегі жынцы энергиясын реттеуге көмектесуші шөп болып саналады. Бұл жатырдың аналық бездердің және әйелдердің ұрпақты болу денсаулығына байланысты басқа органдардың жұмысын жақсартуға көмектесуі мүмкін. Таңқурай сонымен қатар ПМС белгілерін азайтуға көмектеседі. Кейбір әйелдерде етеккірдің басталуына дейін ашуланшақтық, ұйқының бұзылуы, ісіну және ауырсыну сияқты әртүрлі жағымсыз белгілер пайда болады. Таңқурай гормоналды теңгерімге пайдалы әсер етеді және бұл белгілерді азайтады және әйелдер үшін ПМС-ті жеңілдетеді. Жатыр әйелдік қасиетті энергияның орталығы. Қытай медицинасында таңқурай мен олардың жапырақтарын пайдалану жатырдың денсаулығын қолдауымен байланысты. Таңқурай жеу бұлшықеттерді нығайтуға және осы аймақта қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Бұл әйелдердің құнарлығына пайдалы әсер етеді. Салауатты ұрпақты болу функциясын сақтауға және дені сау ұрпақтың тұжырымдамасы мен дамуы үшін қолайлы жағдай жасауға көмектеседі. Таңқурай кейде босанғаннан кейінгі қалпына келтіруді қолдау үшін де қолданылады. Оларды тұтыну жатырдың жиырылуына, қабынуды азайтуға және емдеу процесін тездетуге көмектеседі. Сіздің достарыңыздың арасында бұл тақырыпты өте маңызды адамдар болып отырса, осы бейнені әлеуметтік желілерде бөлісіңіз және оларға арнамызды көрсетіңіз. Ас қорыту проблемалары үшін асқазанның денсаулығы дененің жалпы әл-ауқатына маңызды рөл атқарады. Асқазан тағамды қорытуға және ассимиляциялауға жауапты орган, ал көкбауыр жынцы энергиясын өндіруге және қоректік заттарды бүкіл денеге таралуына жауап береді. Асқазан мен көкбауырдағы ауытқулар диспепсия, тәбеттің төмендеуі және қоректік заттардың дұрыс сіңірілмеуі сияқты әртүрлі ас қорыту проблемаларына әкелуі мүмкін. Таңқурайда ас қорыту процесін жақсартуға және диспепсиямен байланысты жағымсыз белгілерді жеңілдетуге көмектесетін табиғи ферменттер бар. Тамақтанғаннан кейін изжога, кебулер, жүрек айнуы және қанағаттанарлықсыз сияқты сезімдерден айырылуға көмектеседі. Таңқурайдың пайдасын алу үшін оларды жаңа піскен күйде жеуге, салаттарға, смузилерге, йогурттарға қосуға немесе оның жемістерінен тұнбалар мен қайнатпаларды дайындауға болады. Қытай медицинасында кептірілген таңқурайдың тұнбасы жиі пайдаланылады. Бұл инфузияны ас қорытуды жақсарту және диспепсия белгілерін жеңілдету үшін тамақтанар алдында немесе тамақтан кейін ішуге болады. Таңқурай шырыны. Таңқурай шырыны диареяны емдеу үшін жиі қолданылады. Оның қасиеттері ішектің шырышты қабығын жұмсартады, ішек қабырғаларын нығайтады және ішектегі қабынуды азайтуға көмектеседі. Теориялық емдеу үшін сіз әдетте суда сұйытылған таңқурай шырынын қабылдайсыз немесе жаңа таңқурай жейсіз.
Таңқурай шырынын немесе таңқурай жапырақтарының инфузиясын жөтелді жеңілдету және тамақтың тітіркенуін тыныштандыру үшін қолдануға болады. Таңқурай қандай қауіпті аурулардан қорғай алады? Бұл жидектің құрамында бірегей компонент салицил қышқылы бар. Бұл аспиринге ұқсас зат, яғни қанның тұтқырлығын азайтуға және қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Салицил қышқылының қабынуға қарсы қасиеттері де бар және шамадан тыс физикалық белсенділіктен, кейбір жағдайларда артық салмақтан пайда болатын буындардағы ауырсынуды азайтады. Бұл бірлескен ауырсынуды таңқураймен емдеу керек дегенді білдірмейді. Бірақ бұл профилактикалық шара ретінде қосымша пайдалы әсер. Тағамдық талшық. 100 грамм таңқурайдың құрамында шамамен 5-6 грамм тағамдық талшық бар. Олар қоршаған ортаның қолайсыз факторларынан күнделікті кездесетін ауыр металл тұздарының ағзадан шығаруға көмектеседі. Мысалы, пайдаланылған газдар, нашар экология және тағы басқалары. Таңқурайда С витаминінің жақсы көзі болып табылады. 100 грамм жидектерде осы дәруменің тәуліктік мөлшері 28% бар. Жаңа таңқурайды тұтыну арқылы бізде С дәруменін толық алуға мүмкіндік бар. Сарапшылардың пікірінше, С дәрумені дененің қорғанысын арттыру үшін қажет. С дәрумені аурулармен тез күресуге немесе оларға қарсы профилактиканы күшейтуге көмектеседі. Таңқурайдың пайдалы қасиеттерін ұзақ уақыт сақтау үшін таңқурайды қалай сақтауға болады? Атап айтқанда, таңқурайды қыс мерзімінен сақтаудың бір ғана жолы ол қатыру, яғни жаңа піскен таңқурайды тоңазытқышқа салып қатыру арқылы сақтау. Консервілеудің тағы бір түрі жидектерді джем немесе варенье түрінде сақтау. Бірақ бұл пішінде артық салмағы бар немесе қант диабетімен ауыратын адамдар оны сақтықпен қолдануы керек. Таңқурайдың барлық пайдалы қасиеттерін айта отырып, бұл жидекті ең алдымен мегаполисте тұратындар, сонымен қатар балық пен теңіз өнімдерін жақсы көретіндер жеу керек екенін тағы бір рет атап өткіміз келеді. Екіншіден, дене белсенділігімен белсенді айналысатындар немесе керісінше отырықшы өмір салтын жүргізетіндер үшін. Үшіншіден, ұзағырақ өмір сүргісі келетіндер және инфаркт пен инсульттан қорғанғысы келетіндер тамақтану керек. Таңқурайды емдеуде және тамақ дайындауда қалай пайдаланасыз? Сіз бұл бейнедегі ақпаратпен келісесіз бе? Комментарийге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.